Армысыз құрметті телекөрермен, Алау арнасында көкейтесті сұхбат хабары эфир тізгінде мен Қарагөз Мақатова. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты профессор, облыстық мәслихат депутаты Ғания Қалымжановна Есеева. Ғания ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, рахмет. Алдымен алғашқы сауалымыз болсын, қазіргі қызметтеріңізге тоқталып өтетін болса, қазір қандай жұмыстар, жобалар жүзеге асырылып жатыр? Рахмет. Шынымен де бүгін биылғы жыл жұмысшы мамандықтар жылы болғандықтан мен жақыннан бері Меңдіқара ауданындағы Кәмшат Дөненбаева атындағы колледжде жұмыс жасап жатырмын, басшылық. Сондықтан енді қоғамдық жұмысты, депутаттық жұмысымызды да бірге алып жүрміз. Өйткені өңірдің дамуы ол деген басты міндет. Барлық депутаттық корпустың да, жалпы енді өзіміздің салада жүргеннен кейін, еңбек етіп жүргеннен кейін де өңірдің дамуы бізге барынша маңызды. Сондықтан қандай жобалар жүргізіліп жатыр? Енді іс-шара төңірегінде көптеген жобалар жүргізіліп жатыр. Жалпы енді халықпен қарым-қатынас жаңағы сұрақ сауалдардың негізінде жүргізіліп жатыр. Енді бүгінгі күні ол өңірдегі инфрақұрылымдық өзгерістер, жаңағы жолдың салынуы, ауылда елді мекендерге жаңағы бюджеттен бөлінген қаржының қаншалықты тиімді жерлерге жетіп жатқаны жөнінде осы жұмыстармен жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы айта кететін болсақ, жобалар өте көп. Енді бізде өңірге халықаралық көрме дала күні болайын деп жатыр, ертеден бастап. Ауыл шаруашылық дала күні болады. Меңдіқара ауданында соған бір айдан бері дайындық жүріп жатыр. Жалпы бұл жерге енді бұл өңірдің де жетістіктерін көрсету, ауыл шаруашылық саласындағы дамуының. Сондықтан бұл жерде өңір басшысы болады, шетелдерден келген қонақтар болады. Сонымен қатар енді ауыл шаруашылық көрмесі болғандықтан тұқым даму жөнінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жаңағы мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы болсын, бізде өңірде болып жатқан жақсы өзгерістердің көрсете білу сол мақсат болып отыр. Сонымен қатар біз сол жерге енді атсалысып қатысайын деп жатырмыз. Жалпы енді өңірде мынау ауыл шаруашылық өңірі болғандықтан бізде қазіргі күні өңірдің дамуы бойынша біз индустриалдық аграрлық өңір болып жатырмыз ғой, даму стратегиямыз бойынша сол. Сондықтан осы салада біраз жұмыстар жүргізіліп жатыр, дегенмен де енді елмен бірге мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қолдау жүргізіп жатырмыз. Ертеңгі күннің басты жаңалығы ауыл шаруашылық көрмесі болады дейсіз ғой, жалпы? 2 күндік өңірде 2 күн бойы 31 шілде, 1 тамыз күндері болады. Степанов ауылында жаңа дала, қарқын атты 2025 атты дала күні болады. Соған біз 3000-нан астам фермерлер жиналады. Сондықтан бұл жерде бір жақсы бір алаң жұмыс болайын деп тұр. Біздің жергілікті фермерлердің дамуына, ауыл шаруашылығының дамуына, пікір алмасу, жаңа технологиялармен бөлісу, ауыл шаруашылық техникаларын жаңағы сатып алу, көрсету мүмкіндіктерін, сондай мүмкіндіктер ашылатын болады барлығымызға. Бұл жалпы ғалымдарға да, фермерлерге де бір өз жақсы бір үлесін қосатын көрме. Тамаша. Өзіңіз білетіндей, сіз ауыл шаруашылығы саласынан біраз іргелі қызмет атқардыңыз да, профессорсыз, ғылым кандидатысыз. Онымен қоса облыстық мәслихат депутатының бірісіз. Шынымен де әйел адамға бұл жол оңай емес, дегенмен де жұмыстарыңызға тоқталып өтейікші. Осы облыстық мәслихат депутатында қазіргі таңда қандай мәселелер көтеріліп жатыр, жалпы қандай жұмыс атқарылып жатыр? Сұрағыңызға рахмет. Енді облыстық мәслихат депутаттық корпустың да мәслихаттың да жұмысы өте кең көлемде, жыл сайынғы жасалынатын жұмыс жоспарымен жүргізіліп жатыр. Енді мен мәслихат төңірегінде әлеуметтік саланың комиссияның бір жұмыс тобының төрағасы боламын, жетекшісі ретінде. Сондықтан біз көбінде енді бүгін күні тағы да айтып кетейін, әлеуметтік сала ол білім беру саласы, спорт, жаңағы тұрғын үй саласы, және мәдениет саласы бойынша жаңағы жұмыс жасап жатырмыз. Соның төңірегінде бүгін күні жұмысшылар жылы болғандықтан көбінде енді бұл өңірдегі кәсіптік білім беру саласына көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Өйткені осы саланың қаншалықты даму керек, бүгін күні кадр тапшылығы деген мәселе өте үлкен мәселе. Ол президентіміздің айқындап берген, мемлекет басшысының айқындап берген мәселесі болғандықтан біз өңірлерде бұл жұмысты кеңінен жасауымыз керек. Сондықтан біздің өңірде 33 колледж бар.
соның 12 ауыл шаруашылық бағытында өңірлерде жаңағы аудандарда шоғырланған. Сондықтан бұл жерде осы колледждардың дамуына қаншалықты міне жұмысшы жылын пайдаланып, қандай іс-шараларды жасау керек, қалайша бұл колледждерге қолдау көрсету керек, жаңағы мамандарды тапшылығыны бойынша жұмыс жасау керек. Енді бүгінгі күні бұл салаға айтып кететін болсақ, ең басты бұл кәсіптік білім беру саласы облыстық бюджет төңірегінде қаржыландырылады ғой. Сондықтан бұл қаржының қаншалықты тиімді жұмсалып жатыр, соның барлығымен жұмыс жасаймыз. Осы тамыз айында бізде тағы бір отырысымыз бар, үлкен отырыс. Соған мысалы бөлінетін қаржының әр колледжге, бұл салаға бөлінетін қаржының тиімділігін анықтайтын боламыз. Өйткені кез келген бөлінген қаржының тиімділігі болу керек, соны біз депутаттар ретінде оны қадағалауымыз керек. Сол біздің басты міндет, сонымен айналысамыз. Жастардың техникалық мамандыққа деген қызығушылықтарын арттыру, сонымен қоса еңбек адамдарына деген құрметті ояту болып тұр ғой, басты мақсат. Әрине, дұрыс айтасыз. Өйткені бүгінгі күні көп фермерлердің айтуы бойынша жаңағы жұмысшы мамандықтар келмейді, ауылдарда еңбек етпейді. Қалайша біз идеологиялық жұмыста бар бұл жерде, қалайша біз жастарды елді мекендерге қайтаруымыз керек. Осы жерде бірнеше жобалар бар, жаңағы жасалынып жатқан еңбек бар, кәсіби білім беру саласындағы басқарманың төңірегінде. Ол деген тауар өндірушілермен бірлесіп меморандумдарға қол қойып, нақты жаңағы мақсатты білім кадрларды дайындау. Мысалы, бір фермерлер өңірлері бойынша мектептен жоғары сыныптардан балаларды кәсіби даярлық бейімдеу арқылы анықтап, ауыл шаруашылық мамандығына құлшылығы болатын болса, бұл балалардың ары қаратай дамыту арқылы оларды жоғары оқу орындарға немесе колледждерге түсіру, мақсат түрде дайындау, содан кейін ол өзінің кәсіби тәжірибесін бірінші курстан кейін, екінші курстан кейін 4 жыл бойы сол кәсіпорында өткеретін болса, ол деген ол ауылға деген, ол кәсіпорынға деген, ол жұмысқа деген оның құлшылығын оятады деп ойлаймын. Сонда дипломын алғаннан кейін ол кәсіпорынға келіп, бұдан ары қаратай жұмысын жалғастыра береді. Бұл жерде жан-жақты кешенді жұмыс жүргізіледі деп ойлаймын. Сондықтан бұл жұмысты ары қаратай жалғастыра беруіміз керек. Жақсы мысалдар бар өңірлерде, бірақ бұл мысалдарды кеңінен таратқан абзал деп санаймын. Ғания ханым, осы орайда осындай қызық сұрақ туындап тұр. Жастардың көбісі ауылға бара бергісі келмейді, барлығы жылтыраған өмірге қызығады. Жалпы бұған не себеп деп ойлайсыз? Себебі айқын ғой. Біздің ауылдардағы мысалы 2024 жылдың қорытындысы бойынша, бізде 2023 жылғы қорытындысы бойынша статистикалық көрсеткіштер бойынша Қостанай облысында 517 елді мекен болған, ауылды елді мекен. Енді сіздер білесіздер, бізде мынау жылдың соңында нормативке сәйкес келмейтін ауылдарды қысқарту жұмысы жүргізіледі. Әр өңірде жүргізіледі. Ол біздің Қазақстан бойынша 20 облыстың 20-сында да. Сондықтан бізде енді урбанизация, миграция бар мәселелері бар ғой. Ол қалыпты жағдай, оны ұстап қалу мүмкін емес. Сондықтан біз оны ұстап қалу үшін ауылдарды дамыту арқылы ғана ұстай аламыз деп ойлаймын. Сондықтан шешім осы болады дейсіз ғой. Осы жерде енді өңір басшысының айтуы бойынша тек бізде тауар өндірушілер, елді мекендерде орналасқан тауар өндірушілердің әлеуметтік салаға деген бұрылысы, көзқарасы, ауылға көмектесу, ол ауылдың иесі болу, осы арқылы ғана дамыту бірден бір көз ретінде біз оны үгіт насихаттау жұмыстары арқылы көрсетіп жүрміз. Сондықтан жаңа деген ауылды 24 жылдың қорытындысы бойынша бізде 492 ауылды елді мекен ғана қалған облыс бойынша. Бұл деген 20-дан астам ауылды мекен жабылды деген сөз. Сондықтан ол үрдіс, мысалы, біз осы тағы да статистикаға көз қарайтын болсақ, тоқталып 23 жылдың қорытындысы бойынша, 2023 жылдың қорытындысы бойынша, Қазақстан бойынша 42% халқы Қазақстанның ауылды елді мекендерде өмір сүретін болса, бүгінгі күні статистика бойынша 38% ғана. Ол деген кему. Сонда бұл үрдісті кеңінен талдау жасап, бір шешімдер қабылдау керек. Өйткені енді бүгінгі күні көріп отырсыздар, ауылды мекендерде қаншалықты көмектер жасалып жатыр. Енді оны атап өтуге болады, ауылдарды дамытуға, ауылдарды дамытуға қаншалықты Қостанай облысының өзінде де қаншалықты қомақты қаржы бөлініп, бюджеттен көмек көрсетіліп жатыр. Ең бастысы біз осы
мақсат бойынша 3-4 жылдың ішінде жаңағы инфрақұрылымдық өзгерістерді, ол деген жол, интернет, ауыз су мәселесі, жарықтандыру, тағы басқа жаңағы әлеуметтік сала бойынша осының барлығына қаржы бөлініп, оларды 100% жасау елді мекендер. Сол кезде жағдай жасалынатын болса, жаңағы шаруа қожалықтары, фермерлер ауылдың көркейтуіне өз үлестерін бірге кешіңді жан-жақты қолдайтын болсақ, мен ойлаймын, нәтиже болады. Сондықтан осыған ұмтылыс жасауымыз керек. Өте дұрыс айтасыз. Сол кезде жастар да келеді елге. Дұрыс айтасыз. Жалпы ауылдарды, елді мекендерді аралап кездесу қаншалықты жиі жүргізіледі? Осы орайда барып тұрасыздар ғой. Тұрғындар тарапынан жалпы олар не дейді? Қандай мәселелер көтеріп жатады және олар қаншалықты тез уақытта шешіледі? Дұрыс айтасыз. Бұл депутаттардың ең басты бір жаңағы жұмыс жасау инструменті ғой. Халықпен жақын болу, халықты тыңдай білу. Халықтың атынан сайланғаннан кейін жаңағы халыққа берген әуелдегі сайлауалды бағдарламасы бойынша уәдеңде тұру мақсат. Сондықтан елді мекендерді біз енді облыстық мәслихат депутаты болғандықтан барлық Қостанай облысы бойынша бізде 16 аудан болса, сол 16 ауданның халқымен міндетті түрде кездесу біздің басты міндет. Сондықтан енді мен 2023-22 жылдары облыстық жаңағы әкіммен жаңағы барлық біздің өңірлерге жаңағы халық үніне құлақ асатын мемлекет бағдарламасы төңірегінде барлық біздің аудандарға жаңағы бірінші жартыжылдықта, екінші жартыжылдықта кездесу, халықпен кездесуді жүргізген болатынбыз. Сол кезде әр өңірде біздің енді әр Қостанай облысы бір болғанмен де әр 16 ауданның 16-сы бірдей емес. Ол жерде көтерілетін ішкі сұрақтар да әр түрлі. Ол жаңағы орналасу жеріне, географиялық жеріне, табиғи климаттық жағдайына, экономикасының дамуына байланысты. Мысалы, оңтүстік өңірлерде көтерілетін сұрақтар енді облыс орталығынан алшақта болғандықтан, ол жерде өнеркәсіптің дамуы жоқ. Мысалы, бұл жерге енді басқа солтүстік Жетіқара, Рудный, жаңағы Лисаковск жаңағы жерлер кең өндірістеріне қарағанда әрине артықшылықтары бар. Сондықтан ол жердегі халықтың да мұң-мұқтажы бөлек болады. Сондықтан біз көбінесе, мысалы енді білесіздер, облысымызда мынау су апаты болды, топан су, өрт апаты болды. Тасқын су кезінде өздеріңіз бардыңыздар, жалпы мен өзім сіздің мақалаларыңызды оқыдым, осы жайында өзіңіз пікір білдірген, халықпен кездесіп жүздестіңіздер осы орайда, сондықтан бұл жердегі, сол жердегі халықтың мұң-мұқтажына, сол жердегі бір 12-11 депутат бар аудандарда, солармен бірлесіп жұмыс жасау керек. Олар өңірдің өзінде жұмыс жасап жатқандықтан біз солармен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Әрине келіп жатқан хаттар да көп. Біз көбінде тек қана халықты аралап қана емес, келген хаттармен де жұмыс жасаймыз. Сіздерге де жаза алады? Міндетті түрде, халық міндетті түрде. Жалпы қалай байланысуға болады осы орайда? Бізді көріп тұрған көрермендер бар болса? Өтініш арқылы мәслихаттың несіне келеді, хатына, жаңағы сайтына. Сонымен қатар жеке біздің, мен кез келген халықпен кездескенде өзімнің жеке номерімді беремін. Сондықтан енді біз халыққа ашық, кез келген осы депутаттың, 32 депутаттың 32-де жұмыс жасауға дайын. Көп сұрақтарды шешеміз. Мысалы, тағы бір мысал ретінде айтып кететін болсақ, енді сол қаншалықты халықпен тығыз жұмыс жасап жатырсыздар деген сұраққа келетін болсақ, Жетіқара ауданында жол мәселесі бойынша көбінде енді айтып кетеміз ғой, бізде көп бюджеттің қаржы бөлінетін саласы, ол жолды күрделі жөндеу, жол жөндеу мәселесі. Егерде бұл деген экономикаға тікелей байланысты, сол өңірлердің егерде жол болмаған жағдайда, оны да кәсіпкерлікте дамымайды, ол жердегі шағын кәсіпкер, орта кәсіпкерлер, сондықтан ол жерге жастардың да келіп кетуі мысалы қиындауда. Сондықтан көбінде енді маған жеке хабарласқан кісілердің, халықтың, ауылдың, елді мекендердің халықтардың көбінде сол жол мәселесімен хабарласты. Сондықтан мен бірден енді жолдың мәселесі бойынша бізде республикалық маңызы бар жолдар, облыстық маңызы бар жолдар бар. Сондықтан өзінің рет-ретімен жаңағы мәселелерді шешіп жатырмыз деп те айта аламыз. Осы орайда әлеуметтік бағыттағы жобалар, мәселен денсаулық сақтау, білім беру, инфрақұрылым, қалай ойлайсыз, қандай деңгейде дамып жатыр? Облыс халқының жалпы өмір сүру сапасы артып келе жатыр ма? Қараңыздар, енді былтырғы жылдың көрсеткіші бойынша бізде
фок, фап дегендерді көріп жатсыздар ғой. Қаншалықты былтыр 24-ші жылдың көрсеткіштері бойынша бізде дайын фаптардың қаншалықты облыс бойынша берілгенін. Бұл деген тағы да айтып кеткен инфрақұрылымдық, әлеуметтік саланың дамуының бірден бір өсуін көрсетеді өткен жылға қарағанда салыстырмалы түрде. Енді қараңыздар, әрине бұл қаржының бөлінуіне байланысты тікелей. Бүгінгі күні бұл салаларға қаржы көптеп беріліп жатыр. Сондықтан дамымай қалу деген болмайды деп ойлаймыз. Өйткені жан-жақты жаңағы енді денсаулықты сақтау саласы ол үлкен бір күрделі мәселе. Жаңағы ОСМС дейміз, тағы басқа. Ол тек біздің облыс төңірегіндегі сұрақ емес, ол Қазақстан бойынша төңірегіндегі сұрақ. Сондықтан жалпы бізде мына инфрақұрылымдық салынулар, бөлініп жатқан қаражатты игеру, мысалы, мен ойлаймын, жақсы бір оң өзгерістерге біз бет бұрып көтеріліп келе жатырмыз. Тағы бір мысал ретінде айтып кететін болсақ, міне даже мынау жаңағы инфрақұрылымдық жолдарды салыну, жолды күрделі жөндеуден өткізу мәселесі бойынша бізде былтырғы жылмен салыстырғанда өсім 40%-ға өсті деп айта аламыз. Өйткені міне 102 ауылды елді мекендерде, бұл қаланың ғана емес, ауылдарда да жол салынып жатыр. Ол басты мәселе деп ойлаймын енді. 28 миллиард қаржы бөлінген ауылдарға ғана жолдың. Ішкі жаңа көшелерін жөндеу, ауылға кіреберістерді жөндеу, және қала мен ауылды, аудан мен ауылдарды байланыстырып тұратын жолдардың жөндеуіне келетін болсақ. Қостанай облысының қазіргі экономикалық жағдайын қалай бағалайсыз жалпы? Өңір экономикасын алға сүйреп тұрған бізде салалар бар ғой, жалпы? Экономика, өңірдің экономикасының дамуы жаңағы біздің бірнеше көрсеткішке байланысты ғой. Бүгінгі біздің стратегиялық тұрғыдан алған бағытымыз, жаңа өзіңізге айтып кеттім, ол индустриалдық ауыл шаруашылық жаңағы бағыт. Бізде мынау жоспар бойынша, облыстың даму жоспары бойынша 25 жылға дейінгі 5 жылдық жоспарда нақты ай-айға, жыл-жылға бөлінген нақты мақсатты индикаторлар бар. Сол мақсатты индикаторлардың негізінде кез келген бюджеттік администраторлар дейміз ғой, басқармалардың жасайтын еңбек соның төңірегінде қаншалықты қаржы қай ауданға бөлінеді, қандай салаларды даму мәселесі, басымдылық. Сондықтан жаңа өзіңізге айтып кеттім, бізде осы жоспарды қарайтын болсақ, бізде көбінде мынау шикізатты өндірумен қатар емес, біз өңдеу өндірісіне көбірек көңіл бөліп жатырмыз. Енді ол әрі инвест жобалар кіріп жатыр, оны көріп барлық халық куә деп ойлаймын. Бірінші жаңағы шойын өңдеу, жаңағы астық өңірі болғандықтан кейін астық тек қана өсіріп қана қоймай, оны өңдеу, терең өңдеу, жаңағы ауыз алу жаңағы зауыттар келіп жатыр, шетелдерден инвесторлар. Сонымен қатар баян сұлу зауытының тәтті өнімдерінің фабрикасының жаңа екінші кезектегі фабрикаға қаржы бөлініп жатыр, инвест жоба ретінде. Сондықтан бұл жобалардың барлығы өңір экономикасына даму үшін жасалынып жатқан әрекет. Сондықтан бұны дұрыс түсіне білген дұрыс. Ішкі өнім, бізде экономиканың дамуы көбінде ол ішкі өндірістің жаңағы өнімнің құнымен белгіленеді. Сондықтан бүгінгі күні салыстырмалы түрде өткен жылдармен салыстыратын болсақ, онда өсім бар. Тауарлық сүт фермаларда салынып жатыр, өзіміз де көріп отырғандай. Жалпы өзіңізге дайындап қойған бірнеше сауалымыз бар. Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпті қолдау шаралары қалай жүзеге асырылуда, осыған тоқталып өтейікші. Кәсіпкерлер жалпы не дейді, оларға қандай жобалар? Енді жалпы айтып кететін болсақ, бізде кез келген өңірде бірнеше аудан бойынша депрессивті аудандарды қолдау бағдарламалары бар. Осы бізде Қостанай облысы бойынша Арқалық, Амангелді, Жангелді, осы 3 территориялық жаңағы елді мекендерді әлеуметтік экономикалық даму кешенді жоспары бар. 2023 жыл, 27 жылдарға арналған. Соның төңірегінде сіздер көріп отырсыздар, біз осы оңтүстік өңірлерді дамытуға
бюджеттен көп қаржы бөлініп отыр. Сондықтан бұл жерде мемлекеттік құрылым солай белгіленген. Біз бюджеттен көмектеседі, содан кейін ол өзі аяғына тұрып, бұл өңірлер экономикалық өсім пайда болады, жаңа өндіріс, жолда орындары пайда болады, кәсіпкерлерді. Бұның 3 жолы бар мемлекет бойынша. Біріншісі ол жаңағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту. Екіншісі ол деген инфрақұрылымды сол жерге тарту. Үшіншісі ол әлеуметтік салымды дамыту. Осы 3 жол бойынша. Осылайша да біздің жаңа осы айтып өткен бағдарлама төңірегінде, кешенді жоспар төңірегінде осы 3 елді мекен, 1 қала, 2 аудан осылайша жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз де білесіздер, енді әр ақпараттандыру жұмысы жүргізілген кезде, Жангелді, Амангелді аудандарына 1% мал басын көтеру үшін несие берілді. 1% несие деген, ол деген тегін несиенің жатады. Сондықтан бүгінгі күні бұл өңірлерде мал санының өсуі айқындалып отыр. Енді бұл жерде тек қана мал басының көбейту ғана емес, енді ол жерде енді ірі қара мал шаруашылығын етті түрін дамыту керек. Мысалы, ірі қара мал, ұсақ мал. Сондықтан ол жерде жаңағы бордақылау алаңдары, ет өңдеу кәсіпорындарын ашқан абзал. Келесі үрдіс ретінде. Сонымен қатар жаңағы тағы да айтып кеткендей, жол мәселесі, су мәселесі, тағы басқасын. Ғания ханым, осы орайда жалпы өңірде іске қосылған немесе алдағы уақытта жоспарланған жобаларға тоқталып өтейікші. Қандай жобалар тұр алдымызда жалпы? Енді көп жобалардың негізін айтып кеттік қой, мынау өзіңіз айтып кеткендей, сол Қостанайдың даму жоспары бойынша бізде жылына 10 жаңағы сүт тауарлық фермалар қосылу керек іске. Бүгін күні енді қаржының тапшылығына байланысты тағы да сәл кідіріп қалды. Дегенмен де осы жылдың қорытындылары бойынша бізде бірнеше сүт фермалары іске қосылып жатыр, салынып жатыр. Меңдіқара ауданының өзінде де 2 сүт фермасы іске қосылып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні ішкі өнім артатын болса, көлемі сол кезде біздің экономикамызды артады. Жобалар көп, ішкі жобаларды айтатын болсақ, басқа да жобаларды айтатын болсақ, енді мен қай саланың жобасын айтсам екен деп ойлап отырмын. Дегенмен де енді осы айтылған өңірде жасалып жатқан инвест жобалар болсын, басқа да жобалардың жаңағы көбінде енді мен осы білім саласында жүргеннен кейін мынау кадр мәселесі, еңбек ресурстары жөнінде көп мәселе болды. Сондықтан бізде мынау кәсіпкерлермен тығыз байланыста болып, сол жерде мысалы жоғары оқу орны, колледж, мемлекет және кәсіпорын бірлесіп тығыз жұмыс жасайтын болса, кадр даярлауда, сол кезде бізде ішкі кадрлардың мәселесін шешуге болады деп ойлаймын. Сол кезде бізде кадрлар тапшылығы, өйткені бізде жылда жоғары оқу орындарынан немесе колледждерден шығатын түлектердің саны артып келе жатыр. Бірақ неліктен бұл кәсіпкерлерге жетпейді? Мамандары нақты, мысалы 500 агроном шығатын болса, бізде неге ол 500-і осы өңірде қалып, жұмыс жасамайды өңірлерге барып? Осы жерде бір мәселе бар, сондықтан сол жерге нақты іс-шаралар қолданып жұмыс жасаған абзал. Сонымен жасаймыз ба деген үміт бар, жоспар бар. Ғания ханым, осы орайда алдағы уақытта Қостанай өңірін жалпы қай салада дамыған, жетістіктерге жеткен өңір ретінде көргіңіз келеді? Өзіңіз депутат ретінде алдағы мақсат, міндеттерін және жоспарларыңызға тоқталып өтейікші? Жақсы сұрақ. Жалпы енді біз өзімізге айтып кеттік қой. Бірінші біз индустриалдық, өндірістік кәсіпорын, іскерлікті дамыту арқылы және ауыл шаруашылық содан кейін келетін болып тұр. Сондықтан бірақ мен ауыл шаруашылығы саласының маманы болғандықтан, әрине ауыл шаруашылығы өте күрделі сала. Бірден инвестиция салып, келесі жылы жақсы жетістіктерді көре алмаймыз. Біз ол мынандай кешенді уақытты талап ететін сала болғандықтан, әрине үздіксіз көмек беру арқылы біз деген шетелдердің тәжірибесін байқайтын болсақ, солай ғана біз жақсы пайда аламыз. Өйткені өзіңізде көріп отырсыз, бүгінгі күні 1 килограмм сиыр етінің бағасы қаншалықты шарықтап отыр. Бұл деген әрине біздің халықтың қалтасынан
ауыр болады. Сондықтан бұл мәселелерді шешу үшін әрине біз басқа да инвестициялар тарту арқылы экономиканы көтеріп алуымыз керек. Сол мәселе. Сондықтан мына мемлекет басшысының да, өңір басшысының да жасап жатқан әрекеті мен қолдаймын. Сондықтан осы алған бағытымыздан таймасақ, жақсы жетістіктерге жақын арада жетеміз деп ойлаймыз. Әрине ол өңдеу өндірістері жаңағы алып жатқан шикізатты ауыл шаруашылығына біз тез арада өңдеп жасап, оны сыртқа ішкі нарықты толтырып, сосын сыртқа экспорттауымыз керек. Сол кезде бізде жақсы сала болады, жалпылама айтатын болсақ. Ал енді уақыт тапшы, жаңағы жеке-жеке тоқталуға болады, дегенмен де мәселе осыда. Екі бағытты біз енді Қазақстан төңірегінде осы екі бағытты алып жатырмыз ғой. Сондықтан мен ойлаймын, машина жасау индустрияның үшін кең орындарды, кең қазбаларды алу, өңдеу, тағы да оны машина жасау саласы, сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласы, біз осы бағыттан экономика көзі ретінде, қайнар көзі ретінде біз осыларды дамытамыз деп ойлаймын ары қатайда. Ғания ханым, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскен үшін үлкен рахмет. Алда әлі біздің бағдарламаға келесіз деген үміттеміз, жоспарларыңызбен бөлісіп. Осымен құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы облыстық мәслихат депутаты Ғания Қалымжановна Есеева. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.